Қалдарың қалай балалар? Бүгін бізде математика сабағы 2 сынып 93 сабақ. Сабақтың тақырыбы санды бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген есептер. Сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпа. Бірінші есеп. Сурет бойынша сұрақтарға жауап бер. Шаршылар нешеу, үшбұрыштар нешеу? Шаршы бізде 2, үшбұрыштар 8. А нұсқасы. Үшбұрыштар қанша болса, шаршылар да сонша болу үшін 2 шаршыдан неше рет алу керек? 2 көбейту 4 тең 8 теңдігі нені білдіреді? Енді үшбұрыш қанша болса, шаршылар да сонша болу үшін біз 2 шаршыдан 4 рет алу керек екенбіз. Яғни үшбұрыштар міне 2-ден 4 рет алынып тұр. Солай біз де 2-ден 4 рет алуымыз керек. Енді 2 көбейту 4 тең 8 теңдігі нені білдіреді? Ол яғни 2 шаршыдан 4 данадан аламыз деген сөз. Сонда 8 шаршы шығады. Келесі ә нұсқасы. Шаршылар қанша болса, әр топтан сонша үшбұрыш болатындай етіп, үшбұрыштар санын неше топқа бөлу керек? 8 бөлу 2 тең 4 теңдігі нені білдіреді? Енді шаршылар қанша болса, әр топта сонша үшбұрыш болатындай етіп, үшбұрыштар санын біз 4 топқа бөлу керекпіз. Яғни 8 үшбұрыш бар жалпы, соны 2-ден бөлгенде бізде 4 топ шығады. Яғни 2 бізде шаршыда, 8 бізде барлық шаршының саны. Сонда 4-ке тең болады. Екінші есеп. Есепті шығару үлгісіне қара. Жандос кітапханадан 6 кітап алды, ал Самал одан 3 есе кем кітап алды. Самал кітапханадан неше кітап алды? Енді қысқаша шарты берілген. Бізде Жандос 6 кітап, Самал бізде белгісіз, бірақ Жандостан 3 есе кем дейді. Шешуі 6-ны 3-ке бөлеміз, есе кем дегендіктен бізде 2 шығады. Жауабы Самал 2 кітап алды. Үшінші есеп. Есепті шығар. Әлима інісіне 6 сурет дәптерін және одан 2 есе артық қарындаштар сатып әкелді. Әлима інісіне неше қарындаш сатып әкелді? Қысқаша шартын құрамыз. Сурет дәптер бізде 6 қарындаштар белгісіз, бірақ 2 есе артық. Шешуі есе артық деген соң біз көбейтеміз. 6-ны 2-ге көбейткенде 12. Шешуі Әлима інісіне 12 қарындаш сатып әкелді. Төртінші есеп. Олжас кеше 4 есеп, ал бүгін одан 2 есе артық есеп шығарды. Олжас бүгін неше есеп шығарды? Қысқаша шартын құрамыз. Кеше 4 есеп, бүгін бізде белгісіз, бірақ 2 есе артық. Шешуі 2 есе артық денен кейін біз көбейтеміз. 4-ті 2-ге көбейтеміз, 8. Жауабы Олжас бүгін 8 есеп шығарды. Бесінші есеп. А нұсқасы. 10 бөлу 5 өрнегінің мәні 10 бөлу 2 өрнегінің мәнінен неше бірлікке кем? 10-ды 2-ге бөлеміз, бізде 5 шығады. 10-ды 5-ге бөлгенде 2 шығады. 5-тен 2-ні азайтсақ 3 шығады. Сонда 10 бөлу 5 өрнегінің мәні 10 бөлу 2 өрнегінің мәнінен 3 бірлікке кем екен. Ә нұсқасы. 3 көбейту 5 өрнегінің мәні 3 көбейту 4 өрнегінің мәнінен неше бірлікке артық дейді. Енді шығарып аламыз. 3-ті 5-ге көбейткенде 15, 3-ті 4-ге көбейткенде 12. 15-тен 12-ні азайтқанда 3 шығады. Сонда 3 көбейту 5 өрнегінің мәні 3 көбейту 4 өрнегінің мәнінен 3 бірлікке артық екен. Келесі 6-шы есеп. Өрнектердің мәнін тауып, оларды рим цифрларымен жаз. Бізде 8 бөлу 2 берілген. 8-ді 2-ге бөлсек, бізде 4 шығады. Одан кейін 4 көбейту 3 бізде 12 шығады. Одан кейін жақшаның ішінде 12 азайту 9, жақшаның сыртында көбейту 4 дейді. Жақшаның ішінде бізде 3 шығады. 3-ті 4-ге көбейткенде 12 шығады. Келесі 10 көбейту 1, 10 шығады. 10-нан 7-ні азайтсақ 3 болады. Келесі 12 бөлу 3 дейді. 12-ні 3-ге бөлгенде 4, 4-ті 2-ге көбейткенде бізде 8 шығады. Келесі 5 көбейту 2 бізде 10, 10-ға 1-ді қоссақ 11 шығады. Осылай рим цифрларымен жазып шығамыз.
Жетінші есеп өрнектер құр және олардың мәнін тап. Бірінші кестеде 4 көбейту 4, қосу 37. 4-ке 4-ті көбейткенде 16, 16-ға 37-ні қоссақ 53 шығады. 5 көбейту 4, қосу 37. 5-ке 4-ті көбейткенде 20, оған 37-ні қосқанда 57 шығады. Келесі 4-ке 4-ті көбейтеміз, оған 49-ты қосамыз. 16, 16-ға 49 қосқанда 65. Келесі 5-ті 4-ке көбейтеміз, қосамыз 49-ға тең. 5 4-ке көбейткенде 20, 20-ға 49 қосқанда 69 шығады. Келесі кестеде 18-ді бөлеміз 3-ке, одан кейін көбейтеміз 5-ке. 18-ді 3-ке көбейткенде 6, 6-ны 5-ке көбейткенде 30 шығады. Келесі 27-ні бөлеміз 3-ке, одан көбейтеміз 5-ке тең. 27-ні 3-ке бөлгенде 9, 9-ды 5-ке көбейтсек 45 шығады. Одан кейін 18-ді бөлеміз 3-ке, көбейтеміз 1-ге. 18-ді 3-ке бөлгенде 6, 6-ны 1-ге көбейткенде 6. Келесі 27-ні бөлеміз 3-ке, одан көбейтеміз 1-ге. 27-ні 3-ке бөлгенде 9, 9-ды 1-ге көбейткенде 9 шығады. 8-ші есеп, есепті шығар. Мақпал 4 жұмбақ, ал Шыңғыс одан 2 есе артық жұмбақ жасырды. Шыңғыс неше жұмбақ жасырды? Қысқаша шартын құрамыз. Мақпал 4 жұмбақ, Шыңғыс белгісіз, бірақ 2 жұмбақ есе артық. Шешуі есе артық десе біз көбейтеміз. 4-ті 2-ге көбейтеміз, 8 болады. Жауабы Шыңғыс 8 жұмбақ жасырды. Келесі соңғы есеп, ойлан, тап. 15 пен 100 сандарының арасында 9 саны неше рет бар? Яғни 19-дан бастап жазып шығамыз. 19, 29, 39, 49, осылай 100-ге дейінгі 9 саны бар сандарды түгел жазып шығамыз. Яғни 90-нан кейін 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Енді санап шығамыз. Неше сан бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 сан бар. Бірақ 99 деген санда 9 саны 2 рет қайталанып тұр. Сол себепті 19 болады. Сонда жауабы жазамыз. 9 саны 19 рет бар деп. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Соңына дейін тыңдағандарың үшін рахмет. Сабақ түсінікті болса, достарыңмен бөлісуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.